Сәлем достар, эфирде сен білесің бе Айдары? Достар, біз күнде көңіл болып кеткен сары жасыл банан көреміз. Алуы түстеріне орай адам денсаулығына пайдалы екен. Сонымен группаластарым бананның түстері туралы не дейді? Қоп-қоңыр банан әбден пісіп жетілген бананның түрі. Бұл жемістің ең тәттісі. Онда калий өте көп мөлшерде табылады. Қоңыр бананның пайдасы көңіл күйді көтереді, мазасыздықтан арылып, жай күйді жақсартады, ұйқы сапасын арттырады. Жеміс жақсы піскен сайын оның қорытылуы оңай. Қоңыр банан тез бұзылады, сондықтан жедел арада тұтынған жөн. Сары банан. Банан толық пісіп сары түске боялғанда антиоксиданттар көлемі арта түседі. Антиоксиданттардың ағзадағы бос радикалдар әсерінен пайда болатын ауруларға қарсы күресетіні белгілі. Сары банан құрамындағы дофамин аталатын ингредиент жүрек ауруларының алдын алады. Сары бананда магний көп. Сары бананды түнге қарай жеген тиімді. Жасыл банан жеуге жарамды болғанымен әлі толық пісіп үлгермеген. Сары түрлеріне қарағанда еті тығыз қаттырақ болып келеді. Сондай-ақ онда крахмал өте көп болады екен. Диетологтар дәл жасыл бананның құрамындағы крахмалды жоғары бағалайды. Ол қан диабетінің алдын алады. Жасыл банан В6 дәруменіне өте бай. Қоңыр дақты сары банан. Банан тұрған сайын сыртына қоңыр дақтар түсе бастайды. Әрине, бір қарағанда әдемі көрінбейді. Әрі бұзылған деп ойлау оңай. Әйтсе де, сырт келбет алдамшылықтың тағы бір дәлелі, қоңыр дақ түсе бастаған бананда антиоксиданттың өте мол көлемі болады. Бұл жүрек үшін аса пайдалы. Қоңыр дақты банан қатерлі ісікпен күреседі дегенді білдіреді.